7,6 сантиметр квадрат тіктөртбұрышқа іште сызылған шеңбердің радиусы 2,5 сантиметр. Тіктөртбұрышқа кездейсоқ қойылған нүкте шеңбердің ішінде болмау ықтималдылығы қандай? Бірінші есеп. Ең алдымен тіктөртбұрыштың ауданын тауып алатын болсақ, S тең A көбейтілген B, яғни 7 көбейтілген 6 тең 42 сантиметр квадрат. Келесі шеңбердің ауданын тауып алайық. S тең π r квадрат. Пи бізде 3,14 көбейтеміз. Радиус 2,5 квадраты тең 3,14-ті көбейтеміз. 2,5-дің квадраты ол 6,25 болады. 3,14-ті 6,25-ге көбейтетін болсақ, 19,625 сантиметр квадрат болады. Енді қойылған нүкте шеңбердің ішінде болмауы ықтималдылығын табатын болғандықтан, яғни А оқиғасының ықтималдылығы, болмау ықтималдылығы дегендіктен бірден алып тастаймыз. Яғни классикалық анықтаманы қолданатын болсақ, барлық элементар оқиғалар саны ол 42 және қолайлы нәтижелер саны 19,625. Ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім 42 болады. Тең бөлшектің бөлімінде 42. Алымында, яғни 42-ден аламыз. 42 болады. 42-ден аламыз 19,625-ті. Сол кезде шығады 22,375. Енді 22,375-ті 42-ге бөлетін болсақ, онда жуықтап алғанда 0, және бізге айтқан 1000-ға дейін жуықтаңыз деп 0,533 шығады екен жауабы. Екінші есепте жәшікте 90 шар бар. Олар 1-ден 90-ға дейін белгіленген. Жәшіктен кездейсоқ бір шар алынды. Алынған шардың 5 сан болатын ықтималдылығын табыңыз. Ең алдымен 1-ден 90-ға дейінгі сандардың ішіне 5 саны кездесетін сандарды жазып шығайық. Яғни олар 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, астына жалғастыра берейін, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59-дан кейін 65, 75 және 85. Жазып шықтық. Алынған шардың 5 сан болатын ықтималдылығын табыңыз. Яғни А оқиғасының ықтималдылығы, классикалық анықтаманы қолданамыз. Барлық элементар оқиғалар саны бізде 90-ға тең. Барлық шарлар 90. Және 5 саны кездесетін шарларды санап шығатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Яғни қолайлы нәтижелер саны 18. 90-нан 18 шықты. Екеуі 18-ге қысқарады. 90-ды 18-ге бөлетін болсақ 5, 18-18-ге бөлетін болсақ 1 болады. Сонда 5-тен 1. 5-тен 1, яғни оны 10-дық бөлшекке келтіретін болсақ 0,2. Үшінші есепте
бір уақытта екі ойын сүйегі лақтырылды. Сүйектердің жоғары жағында шыққан сандардың қосындысы 5 болу ықтималдылығын табыңыз. Яғни екі ойын сүйегі лақтырылған кезде жоғары жағында шыққан сандардың қосындысы 5 болу ықтималдылықтарын жазып көрейік. Яғни олар 1 мен 4 түсуі мүмкін, 2 мен 3 түсуі мүмкін, 3 пен 2 түсуі мүмкін, және 4 пен 1 түсуі мүмкін. Енді, яғни 5 болу ықтималдылығын табатын болсақ, классикалық анықтаманы қолданатын болсақ, екі ойын сүйегі лақтырылғандықтан, яғни барлық элементар оқиғалар 36-ға тең болады. Және қосындысы 5 болу ықтималдылығы ол 1, 2, 3, 4. Қолайлы нәтижелер саны 4-ке тең болады. 36-тан 4-ті, 2-ін 4-ке қысқартатын болсақ, яғни 36-ны 4-ке бөлетін болсақ 9, 4-ті 4-ке бөлетін болсақ 1. Сонда 9-дан 1 болады екен. 4-ші есепте емтиханға 60 сұрақ берілді. Андрей оның 3-еуін жаттамаған. Андрейге жаттаған сұрағы түсетінін ықтималдылығын анықтаңыз. Жалпы 60 сұрақ болса, яғни Андрейдің дайындалмаған 3 сұрағы бар екен. Демек, 60-тан 3-ті алып тастаймыз. Тең 57. Яғни 57 сұрағына Андрей дайын деген сөз. Яғни енді осының Андрейге жаттаған сұрағы түсетін ықтималдылығын табайық. Тең болады. Барлық сұрақ 60. Соның ішіне дайындалған сұрақтары 57. Яғни 60-тан 57. 57-ні 60-қа бөлетін болсақ, 0,195. 5-ші есепте тәрелкеде 16 пирожки бар. 7-еуі балықпен, 5-еуі вареньемен және 4-еуі шиемен. Юлия қарамай бір пирожки таңдап алды. Кездейсоқ алынған пирожкидің шиемен болуының ықтималдылығын табыңыз. Ең алдымен пирожкилердің сандарын қосып шығайық. Яғни 7 балықпен, 5 вареньемен, 4 шиемен пирожки. Жалпы 16 пирожки болған. Енді кездейсоқ алынған пирожкидің шиемен болуының ықтималдылығын табатын болсақ, жалпы 16 пирожки, соның ішінде шиемен болуының ықтималдылығы 4. 16-тан 4 шықты. Бұл екеуін 4-ке қысқартатын болсақ, 16-ны 4-ке бөлсек 4 болады. 4-ті 4-ке бөлсек 1 болады. Сонда 4-тен 1. Яғни 4-тен 1 ол 0,125-ке тең.